Жаз мезгілі басталғалы балалардың қауіпсіздігі басты назарда болуы тиіс. Өкінішке қарай терезеден құлау оқиғалары әлі де тіркеліп жатыр. Көп қабатты үйлерде балалардың ата-анасының қарауынсыз қалуы, қорғаныс құралдарының болмауы және терезе алдында ойнауы алаңдатушылық туғызады. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті жыл басынан бері 3000-ға жуық тұрғынға түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, ата-аналарды балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету жолдарына үйретті. Бұқаралық ақпарат құралдарында 15 рет, баспасөзге 12 рет мақалалар жарияланды. Сонымен қатар мүгедек мектеп оқушыларына қосымша жиындар өткізіліп, қауіпсіздік ережелері түсіндірілуде. Төтенше жағдайлар департаменті тарапынан ата-аналарға егер бала үйде болса, терезені ашық қалдырмау, терезені тиісті қорғау болмаса, торды сенімді тірек ретінде пайдаланбау, балалар оған сүйеніп тұрғанды ұнатады. Сол себептен бақылауды күшейту, терезе, балкон немесе шыны есіктер алдында ойнап жүрген балаларды қалаусыз қалдырмау. Балалар терезенің алдына шығып, төмен құламау үшін жиһаздарды терезенің жанына қоймау, балаларға қауіпсіздік сабақтарын өткізу, үлкен балаларды кішкентай бүлдіршіндерге қамқор болуды үйрету, балаларды терезені өз беттерінше ашпау үшін терезеге блокиратор немесе оны тұтқасын қол орнату керектігін ұсынамыз. Терезеден құлау фактісі бойынша 2 жағдай тіркелді. Көп қабатты үйлердің кіреберістеріне, маркеттер мен сауда орындарына ескерту парақтар іліп, тұрғындарға түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Бұл шаралар балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және осындай оқиғалардың алдын алуға бағытталған. Ата-аналар балаларға терезеден алыс болуды үйретіп, қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау қажет. Аружан Серікқызы, Ерасыл Тұрсынбай, 7/7 News.